Георгий, прошу. Сыграть очень много. Париж, мы этого достойны. Настоящего мастера. Знаете, у нас традиция. Каждый год теледидар қабылдағыш, жаналатын телевизиум, көрген экранды және дауыс зорайтқыштың көмегімен көрсетілетін кескін мен дыбыстық сигналдарын теледидар қабылдағыш деп аталады. Өткен ғасырдың 30 жылдарында жаппай тұтынушыға арналған теледидар қабылдағыштарын шығару басталды. Бірақ осы уақытқа дейін ондаған ғалымдар мен өнертапқыштар оны пайда болуымен жұмыс істеді. Алғашқы теледидарлар шығарылғаннан дейін ресейлік ғалымдар Константин Перский теледидар терминін алғашқы қолданған. Борис Розинг осы уақытқа дейін қолданған электронды теледидар технологияларына алғашқы патент алған. Және оның шәкірті Владимир Зарыкин белсенді қатысқан теледидардың өзін ойлап табу тарихи болды. Қазіргі теледидардың жасаушылардың бірі болып саналады. Ол ойлап тапқан иконоскоп 1933 жылы кескіннің айқындалғанын саласындағы серпіліспен теледидар қабылдағыштарын жаппай өндіруді бастауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар 1928 жылы 26 шілдеде Ташкентте кеңестік өнертапқыштар Грабовский мен Белянский қозғалмалы кескінді электронды сәулелік түтікпен алғашқы беруді жүзеге асырады. 45 жолды механикалық сканерлеу бар алғашқы Vision телевизиялық қабылдағыштарын 1929 жылы ақштың Western Television компаниясына шығара бастады. Мұндай теледидардың бейнесі көбінесе почта маркасынан үлкен емес еді. Тіпті линзаның көмегімен үлкейтілген кезде оны бір адам көре алады. Сапаның төмендігі құрылғаны нашар таралуына себеп болды. Жаппай пайдалануға қадам электронды теледидардың пайда болуы болды. Теледидардың күнделікті өмірінің таныс элемент айналу электрондық теледидардың пайда болуы. Теледидардың жаппай өндірісі алғаш рет Германияда 1934 жылы Телефанкин компаниясы құрды. 2 жылдан кейін дамыған елдердің көпшілігінде Франция, Ұлыбритания және ақшта электронды теледидар өндірісі жолға қойылды. Экран диагоналі 30 см болатын ең арзан модель $445 сатылды. Бұл бүгінде 7,5 мыңға жуық болар еді. ақш соғысынан кейін зардап шеккен Еуропадан айырмашылығы жаппай тұтынуға арналған теледидарлар өндірісі енді ғана қарқындай бастады. 1946 жылы теледидардың 100 отбасына 5 ғана болса, 1962 жылы теледидар қабылдағыштардың халқы 90% құрады. Сонымен қатар түрлі түсті кескін саласында даму жүріп жатты. 1953 жылы ақшта аналықтың түсті теледидар жүйесі пайда болды. 1956 жылы өнертапқыш Роберт Адлер қашықтан басқару құралын жасап шығарды. 1974 жылы инфрақызыл қашықтан басқару құралы дүниеге келсе, ол қазіргіде қолданылады. Бұл теледидар сымсыз қашықтан басқарумен жабдықталған алғашқы жаппай құрылғылар еді. КСРО-да электронды теледидар эксперименттері 1929 жылы басталса, ал 1938 жылы 1 қыркүйекте 120 жолын ыдырау стандартының тұрақты хабарлары естілді. Алғашқы теледидарын 1931 жыл Антон Брейдбард тұрақты хабар тарату басталғанға дейін жасаған. Бұл V2 приставкасы болды. 1938 жылдан бастап Кеңес одағының теледидарын 2 түрін өндіру және сату басталды. Отандық дамудың ВРК бүкіл одақтық радио комитеті және американдық құжаттама бойынша шығарылған ТК-1. Соғыстан кейін күйреуге қарамастан теледидардың даму басымдылықтары бірі болып жарияланды. 1947 жылы Москвич Т1 және Ленинград Т1 теледидарының сериялық өндірісі игерілді. Ал 1949 жылы алғашқы жаппай кеңестік КВН 49 теледидары өндіріске енгізілді. 1980 жылдары теледидардың тағы бір мүмкіндікке ие болды. Олар алғашқы тұрмыстық компьютерлер мен ойын монитор ретінде қолданылған басталған білеміз. Теледидар нарығында келесі төңкеріс 2000 жылдардың ортасында арзан плазмалық панельдер мен сұйық кристалды теледидарлар пайда болған. 2010 жылдардың басында кинескоптық теледидар жалпақ LCD және LED құрылғылармен толығымен құрастырылды. Олардың едәуір бөлігі интернетке тікелей қосып 3D мазмұнын көруге мүмкіндік береді.
Үш өлшемді бейнелі қолдайтын теледидар модельдері өте жоғары құны мен 3D фильмдер мен бағдарламалардың аздығы байланысты кең таралымда және олардың өндірісі 2016 жылға дейін айтарлықтай қысқарды. Бүгінгі таңда барлық шығарылған теледидарлар жоғарғы ажыратымдылығы стандарттарының қолайлы. Ең қымбат модельдер өте жоғары. Қазіргі заманғы жалпақ теледидарлар көбінесе эфирлік және кабельдік теледидарлар көру мүмкіндік сақтай отырып, үй кинотеатрларының негізін элементтік ретінде қызмет етеді. Қазіргі заманғы теледидардың көпшілігі Smart TV функциясымен жабдықталған. Алғашқылардың бірі болып, теледидардың өзінің фантастикалық шығармаларында 19 ғасырдың екінші жартысында француз жазушысы Луи Фигуре сипаттайды. Ол сонымен бірге телектроскоп терминін енгізді. Онан кейін кейбір өнертапқыштар қашықтан кескін беру технологияларын қолдайды. Алыстан көруге мүмкіндік беретін телектроскоп туралы сілтемелер Марк Твеннің кейбір әңгімелерінде де кездеседі. 1980 жылдардан бастап компьютерлік техника, кейінірек мобильді құрылғылар электрониканың соңғы жетістіктерін жаппай енгізу үшін теледидардан алақан алып тасталғанымен бірқатар құрылғылар әлі де теледидардың жаппай тәжірибеге енгізуде.